English Vocabulary News 15 unit. Бүгінгі тақырып бізде conjunctions. Conjunction деген союздар. Қазақ тілінде ондай жоқ, да? Союз дегенді айтамын қазір түсіндіріп. Және connecting words екі сөйлемді қосатын сөздер, да? Connect деген қосу. Қосатын сөздер. Так, союз бен екеуінің қосатын сөздердің функциясы бізде екі сөйлемді бір-біріне қосу. То есть толық сөйлем, бастауыш, баяндауыш, плюс жаңағы мынау connection, қосымша сөз, и плюс екінші сөйлем. Бір бастауыш пен баяндауыш толық сөйлеммен келесі толық сөйлемді бір-біріне қосу. Вот осы как раз connection болады, осы сөздер. Екі сөйлемдерді қосу. Енді осы сөздерді қосқанда әрқайсының әртүрлі функциясы бар. Мысалы, ең оңай қосатын сөз, союз, ол and. And деген, ол бізде және деген сөз. Оның функциясы tells you more. Жаңағы айту көбірек. Бірдеңе туралы көбірек айтады. Және деген сөз. And деген және деген мағына береді. Мысалы, we went home, біз кеттік үйге, and және went straight to bed, кеттік сразу ұйықтауға. But деген бірақ, ол контраст жасайды. То есть бұрынғыға қарсы бірдеңе айтады. Да? They are rich, олар бай, бірақ, but they aren't happy, олар бақытты емес. Олар бай, бірақ бақытты емес. Окей? Хорошо. Because деген бізде оның неге деген сұраққа жауап береді. Себебі деген мағына береді. Так, нәрге жазайықшы. And деген және, but деген бірақ, because деген себебі. Себеп береді. Мысалы, we went home, біз кеттік үйге, because себебі we were tired, біз болдық, шаршаған, біз шаршадық. So дегеннің мағынасы сол үшін. Сол үшін, то есть саған результатты айтады. Мына жерде себеп айтатын болса, мына жерде результат айтады. Мысалы, we went home early, біз кеттік үйге ерте, үтір. Сол үшін, so we missed the end of the concert. Концерттің соңын өткізіп алдық. Miss деген өткізіп алу. Сол үшін. When, сол уақытта деген сөз. Сол уақытта. Сол уақытта. Прямой перевод емес, мағынасы. Сол уақытта деген, қазір түсінесіңдер. We went home, біз кеттік үйге. When, сол уақытта, да, то есть қазір прямой перевод емес. Jane wanted to. Jane қалаған кезде. Мағынасы кезде деген сөз. We went home when Jane wanted to. Біз кеттік үйге, Jane қалаған кезде. Қалаған уақытта Jane қалады, сол кезде біз үйге кеттік. Келесі, before, after. Before деген бұрын. After деген кейін. Бірдеңеден кейін, немесе бірдеңеден бұрын. Мысалы, we went home, біз кеттік үйге, before, бұрын, the concert ended. Концерт біткеннен бұрын. Концерт біткенге дейін. We went home, біз кеттік үйге, after Max Jones had sung. Max Jones өлең айтқаннан кейін, after, біз кеттік үйге. Біз кеттік үйге, Max Jones өлең айтқаннан кейін, after. Енді, although, немесе though. Although деген, ол бізде какой-то бір күтпеген факт айтады, surprise, сюрпризді айтады. Да? Мағынасы, егер орысша айтатын болса, хотя. Қарамастан деген сөз. Қарамастан. Бірдеңеге қарамастан. We went home, біз кеттік үйге, although, немесе though, бірдеңе қарамастан, we didn't really want to, біз қаламаған едік. Біз кеттік үйге, біз қаламасақ та. Так? Although, осы болмаса да. Біз қаламағанымызға қарамастан біз үйге кеттік. Although, немесе though, екеуінің разница жоқ. Былай-былай қоя берсе болады. If дегеннің мағынасы егер. Ол бізде шарт қояды. Condition деген шарт. Егер деген мағына. We will go home, біз кетеміз үйге.
if we are tired. Егер біз шаршасақ. Окей? Енді тағы да бізде қосымша сөздер бар, которые екі сөйлемді бір-біріне қосатын. Оның мағыналары мынандай. Only. Only деген мағынасы тек қана. Так. He sleeps. Ол ұйықтайды тек қана 3 сағат every night. Ол тек қана 3 сағат ұйықтайды. 3 сағат қана ұйықтайды. Да? То есть бірдеңе қатты көп емес деген сөз. Ол тек қана 3 сағат ұйықтайды. Всего лишь. Азақ қана ұйықтайды деген сөз. Енді even, даже. Мен қазақша қалай? Орысша жазайын, даже деген сөз. Қазақшада оныкі даже сол деген күтпеген бірдеңе болады. Или бірдеңе surprising, то есть күтпеген сюрприз ретінде бірдеңе болады, бір информация, который ешкім күтпейтін, немесе unusual, андай необычный бір информация болғанда, күтпейтін информация болғанда, даже even деген сөз. Ол сөйлемнің ең басында болады. Even their 10 years old son works in the shop. Даже оның 10 жасар баласы да жұмыс істейді магазинде. То есть 10 жасар балан магазинде жұмыс істеу адам күтетін жағдай емес та. И сол үшін even деген сөз қояды, сюрприз болған үшін. 10 жасар баласы да жұмыс істейді магазинде. Прикинь деген сөз қосса болады. Да? Дальше like. Like деген бізде бірнеше мағынасы бар. Егер бұл етістік болатын болса, ұнату деген сөз. Так, мысалы, I like ice cream. Бірақ, мына жерде бұл етістік емес, бұл жерде бұл connection, то есть екеуін қосатын союз. Союз болса, ұқсайды, или сияқты деген мағынаны береді. Сияқты. Так, то есть comparison деген салыстырады. Осы сияқты, мынау сияқты, мынаған ұқсас деген. Мысалы, she looks like, look like деген ұқсас, түрі ұқсас деген сөз. She looks like her dad. Ол ұқсайды папасына. Ол папасына ұқсас. Папасы сияқты деген сөз. Then деген бірдеңеге қарағанда. То есть бірдеңеге салыстыру. Мынаған қарағанда үлкенірек, мынаған қарағанда кішкене жақсырақ деген мағынада келеді. Then деген сөз. Мысалы, she works harder. Ол жұмыс істейді қаттырақ than he does. Оған қарағанда. То есть жаңағы ұл балаға қарағанда. Жаңағы қыз жұмыс істейді қаттырақ ұлға қарағанда. Than. Салыстырып тұр. Ұл мен қызды салыстырып жұмыс істеуін. Бұл жерде бізде comparative. Comparative деген салыстырмалы сын-есім немесе салыстырмалы үстеу. Comparative adjective немесе comparative adverb. Оны грамматикада тағы да өтеміз, оны түсіндірем. Comparative деген салыстырмалы деген сөз. Сондай сын-есімдерді қолданғанда than дегенді қолданады. Қарағанда деген сөз. Енді also, to, as well. Бұның барлығының мағынасы бірдеңе экстра айту. Тоже деген сөз. Орысша, қазақша ол да деген сөз. Ол да, мынау да деген сөз. Осы да, то есть плюс бірдеңе қосу. He works in the shop. Ол жұмыс істейді магазинде. And және she does. Ол да жұмыс істейді. She does also. Ол да жұмыс істейді. То есть ол бала жұмыс істейді магазинде. И қыз да жұмыс істейді магазинде. And she does. Also. Ол да. And she does too. Немесе she does as well. Бұл сөйлемнің соңында келеді. Also. To as well деген сөйлем соңында келеді. Мағынасы ол да, тоже деген сөз. Бұл да, ол да деген. Ол деген ауысып тұрады ситуацияға қарай. Окей? Енді мына жерде тапсырмалар бар. Бірінші тапсырма мына жерде екеуінің біреуін таңдау керек. Асты сызылғанның мағынасына қарай. Мысалы, Sam liked school. Sam ұнатқан еді мектепті. Келесі жартысы қарай. He had many friends there. Ода бар болды, көп достары сол жақта. Ол ұнатты мектепті. Мектепте көп достары. Себебі деген сөз бар. Although қарамастан, if егер. Because себебі. Ол ұнатты мектепті, себебі ода көп достары болды.
бұл келеді. Although қарамастан, ол ұнатты мектепті, қарамастан көп достары сол жақта, көп достар сол жақта болған қарамастан. Жоқ, бұл келмейді. Ол ұнатты мектепті, if, егер ода көп достары болғанда. Жоқ, келмейді. Так? Себебі ода достары болды. Келесі, Sam left school, Sam кетіп қалды мектептен. He joined the Navy. Ол join деген қосылу, Navy деген армия. То есть армияға кетті. Ол кетті мектептен, ол қосылды армияға. So, solution. Ол мектептен кетті, сол үшін ол армияға қосылды. Жоқ, бұл келмейді. Сол үшін деген сөз емес. Ол мектептен кеткен үшін армияға бармады. Ол просто бірінен соң бірі кетіп отқан әрекет. Бірақ ол кетті мектептен, бірақ армияға қосылды. Жоқ, келмейді. Ол кетті мектептен және армияға қосылды. Вот осы келеді. Потому что бірінен соң бірі кетіп отқан әрекет. Мынау, сосын мынау деген. He hadn't traveled much. Ол көп путешествие жасаған жоқ. He joined the Navy. Ол қосылды армияға. То есть армияға кетті. Ол көп жол жүрмеді, бірақ ол армияға қосылды. He hadn't traveled much, but he joined the Navy. Жоқ, келмейді мағынасы. Ол көп жол жүрмеді, before, бұрын, армияға қосылмай тұрып, көп жол жүрмеді. Так. Бұрын, сосын дейді көрейікші. He hadn't traveled much. Ол көп жол жүрмеді армиядан кейін. Жоқ, келмейді. After деген келмейді, before деген келеді. Потому что мынақта мынау past, бұл грамматиканы түсіндірем, хорошо? Мына жерде past perfect и еще past simple тұр ғой. He joined the Navy деген past simple. То есть past simple бізде past perfect'тен бұрын тұрады. Сол үшін әрде before болады. Мынау болмай тұрып, ол мынаны істеген болу керек. Hadn't деген, joined дегеннен бұрын тұру керек. Сол үшін before болады. Окей? Оны грамматиканы түсіндірем. Хорошо? Sam was seasick. Seasick деген ол sea деген жаңағы море. Мұхит, сик деген ауру, мұхит ауруы, то есть андай бас айналды, құсқысы келді деген сөз. Да? Sam сондай ауырды. He left the Navy. Ол кетті. Navy деген армия дегенде ол жаңағы флот, жаңағы мұхитта служба жасайтын моряктар. Енді ол ауырды кезде армиядан кетті. Армиядан кеткен кезде ол жаңағы моредағы аурудан ауырды. Жоқ, келмейді. Егер ол ауырды, егер армиядан кетсе, жоқ, бұл да келмейді. Сол үшін ол ауырды, сол үшін ол жаңағы моредан, моряк болудан кетті. So деген келеді. Дальше. He got a job in a bank. Ол жұмысқа тұрды, получил работу банктың ішінде. He had no qualifications. Ода ешқандай квалификация болмады. То есть ешқандай диплом, ешқандай білімі болмады. Енді бір-біріне қарсы болу керек. Ол банкқа жұмысқа тұрды, себебі ода ешқандай диплом болмады. Жоқ, келмейді. Ол банкқа тұрды, although қарамастан, ода жаңағы диплом болмады. Диплом болмағанына қарамастан although болады. And және ода диплом болмады. Жоқ, бұл да келмейді. Although болады, қарамастан. He will stay at the bank. Ол қалады банкте, арғара жұмыс істейді. He likes it there. Ол оған ұнайды. Енді бұл бірде қарама-қарсы тұрған жоқ. Ол қалады банкта бір кезде, ол оны ұнатқан. Ол оны ұнатқан кезде ол банкте қалады. Жоқ, келмейді. Ол қалады банкта, егер оған ұнайды ол жер. If he likes it there. Егер оған ұнаса, ол осы жақта қалады, Ноқ келеді. Зау деген ол қарамастан бір-біріне қарсы болу керек. Ол қалады банкте, оған ол жерде ұнағанына қарамастан. Жоқ, тоже келмейді.
Хорошо, дальше. Мына жерде 10 сөйлем шығару керек. Мына сөздермен, Mary agreed to marry Paul. Mary келісім берді үйленуге Полға. Мына жерде after also да. Давай, көрейік. Mary келісті үйленуге Полға. Also, қарамастан, she didn't love him. Оны ұнатпаса да. Mary келісті тұрмысқа шығуға Полға. Ол оны жақсы көрмегеніне қарамастан. Okay, also кетті. Дальше. She loves him. Ол оны жақсы көреді. Так, мына жерде loves him деген келмейді. Мынағанда, потому что бізде өткен шақ past simple. Мына жерде тоже өткен шақ болу керек. She didn't love him деген тоже past simple болып тұр ғой. Окей, поэтому мынаған келеді. Мынау келмейді. Мынау present simple. Present simple осы шақ. Мынау will бұл бізде future болашақ. Болашақпен бізде обычно present simple қолданады. Ол мынау келеді. Сосын мынау келеді. Все, осы үшеуі келеді. И мына жерде көрейік. Mary will marry Paul. Mary тұрмысқа шығады Полға. Ол оны жақсы көреді. Және ол оны жақсы көреді. Енді мына жерде she doesn't love him. Ол оны жақсы көрмейді. Mary үйленеді Полға, тұрмысқа шығады. Though қарамастан ол оны жақсы көрмейді. Ол оны жақсы көрмегеніне қарамастан ол оған үйленеді. Okay? Енді moves to London. He moves to London. Ол көшеді Лондонға. Mary тұрмысқа шығады Полға. Бұрын. Бірдеңеден бұрын. Ол көшеді. Ол Лондонға көшпестен бұрын Mary Полға тұрмысқа шығады. Енді бізде қалды мына жерде loved өткен шақ. Had two sons. Екі бала болды. Moved to London. Ол көшті. He was a pop star. Ол болды. Pop star деген жаңағы танымал біреу. They decided to set up a business together. Олар шешім қабылдады. Set up бастау бизнес бірге. Олар бастау бизнес бірге. Так, after кейін Mary келісті тұрмысқа шығуға Полға. Олар бірге бизнес бастаймыз дегеннен кейін. Олар екеуі шешім қабылдағаннан кейін. Енді Mary agreed to marry Paul because себебі because she loved him. Потому что ол оны жақсы көрді. Енді but қалды. Mary agreed to marry Paul, but бірақ he moved to London. Бірақ ол Лондонға көшіп кетті. Mary agreed to marry Paul. Mary келісті Полға тұрмысқа шығуға. Егер if they had two sons. Егер оларда екі бала болғанда. Дальше. Сол үшін Mary келісті Полға тұрмысқа шығуға. Сол үшін так, не қалды бізде? He was a pop star, да? Ол pop star болды. То есть, Пол Мэриға үйленгені үшін ол жаңағы звезда болып кетті. Деген. Хорошо? When деген уақытта. Оны былай қоса салса болады, көрейік. Ладно. 15-4. Fill in the gaps with the words in table in B. Мына жердегі сөздерді мына жерге қолдану керек. Көрейік. Жоғарыдағы сөздер қазір еске түсіреміз. I love swimming. Маған ұнайды. Мен жақсы көремін жүзуді. And my brother. Және менің ағам жақсы көреді жүзуді. Also. Тоже. Ол да жүзуді жақсы көреді. Almost all my. Почти барлық менің family. Отбасым жүзуді жақсы көреді.
My grandmother swims every day. Менің әжем жүзеді күнде. Даже менің әжем. Even. She swims a fish. Ол жүзеді балық сияқты. Like a fish. Балыққа ұқсас, балық сияқты. Енді my father doesn't like. Менің әкем жақсы көрмейді оны. Барлық семьям жақсы көреді, тек қана менің әкем. Only my father. Енді I can swim better. Мен жүзе аламын жақсырақ менің әкеме қарағанда. Then. Окей. Енді мына жерде өз сөйлемімізді жазу керек. For yourself. Өзің туралы. Давай, просто ойлап шығарайық. Егер өз варианттарыңыз болса, мына жерге жазып көрсеңіздер болады. I'm learning English. Мен үйреніп жатырмын ағылшын тілін. Because I want. Мен қалаймын. To visit. Баруға, қонаққа. USA. Келесі. I will learn more English. Мен көбірек ағылшын тілін оқимын. Егер. If I have. Егер менде бар болса. More time. Көбірек уақыт болса, мен көбірек ағылшын оқимын. I'm learning English. Мен оқып жатырмын ағылшын. And және I'm learning English and I learn және мен үйреніп жатырмын swimming. Жүзуді. Ағылшын тілін және жүзуді үйреніп жатырмын. Мысалы да. I'm learning English. Мен оқып жатырмын ағылшын тілін. Although бірдеңеге қарамастан. Although I don't have time. Менде уақыт болмаса да, мен ағылшын тілін оқып жатырмын. I started learning English. Мен бастадым ағылшын тілін үйренуді. When, уақытта да. When I was 12. Мен 12 жаста кезде, when I was 12, мен бастадым ағылшын тілін оқуды. I can speak some English. Мен сөйлей аламын кішкене ағылшын тілін. So, сол үшін I travel мысалға every year. Әр жылы мен жол жүремін, саяхатқа барамын. Сол үшін, потому что мен ағылшын тілін сөйлей аламын. I will learn more English. Мен оқимын көбірек ағылшын тілін. But, бірақ I don't have, менде жоқ, much, көп уақыт. Менде көп уақыт жоқ. К сожалению, бірақ менде көп уақыт жоқ. Окей? Бүгінге осындай союздар бар. Осылар жазып алыңдар. Әрбір мағынасын қолданып көріңдер. Да, комментарийда егер көрсеңдер. Келесі уақытта кездескенше.